Бүгін ағылшын тілін кәдімгі сабақ сияқты емес, жұмбақ оқиға арқылы үйренеміз. Жаңа сөздер, грамматика және аударма бәрін бірге талдаймыз. Соңына дейін көріңіз. Сәлеметсіздер ме, ағылшын тілін үйренушілер? Бүгін біз сіздермен кезекті топикті оқимыз, аударамыз, грамматикасын талқылаймыз, жаңа сөздерді үйренеміз. Осындай топиктер, мәтіндер арқылы ағылшын тілін үйренсеңіздер, естеріңізде тез қалады. Ал олай болса, кеттік. Мен сіздерге The Woman in Room 307 деген тақырыптағы топикті алдым. Тақырыпты аударып көрейік. The Woman, әйел адам, in, ішінде, room, бөлменің, 307-ні ағылшынша 307 деп айтады. 307-ші бөлмедегі әйел адам. Ағылшын тілінде көбінесе сөйлемді соңынан басына қарай аударамыз. Көбінесе at exactly 2:17 немесе 17 past 2 a.m. Daniel received a phone call from a hotel room that had been empty for more than 10 years. Енді тез оқып көрейік, қараңыздар. At exactly 17 past 2 a.m., Daniel received a phone call from a hotel room that had been empty for more than 10 years. At exactly дегеніміз дәл, тура 2-ден 17 минут кеткен кезде дейді. Daniel адамның аты, received қабыл алды. Received қабылдады, алды деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде receive деген сөзден шыққан. Қазір мен грамматикасын сіздерге түсіндірем, бірінші аударып алайын. Received қабыл алды, a phone call, телефон қоңырауын, from a hotel room, бөлмеден, отельдің бөлмесінен, that had been empty for more than 10 years. Қараңыздар, more than 10 years, more деген көп деген мағынаны білдіреді. Then қарағанда 10 жыл, yes. Yes деген жыл, Сонда 10 жылдан астам дейді, more астам. Empty, бос деген мағынаны білдіреді. Бос тұрған room бөлмеден отельдің, hotel отельдің телефон қоңырауын қабыл алды дейді. Енді бұл жерде грамматикасын талқылайық. Шақ, время, шақтарды біз неге мән аударамыз? Етістікке қараймыз. Етістік. Грамматикада біз көбінесе етістікке қараймыз. Бұл жерде етістік қайсы бізде? At exactly емес, бұл үстеу, дәл, тура деген мағынаны білдіреді. Сағат емес. Daniel, ол бізде зат есім, кім? Daniel. Не істеді? Етістікке қараймыз. Received, алды. Бұл бізде receive деген, осы бізде етістік, Receive. Бұл бізде receive деген сөзден шыққан, алу. Бұған біз иди жалғадық. Received, жай өткен шақ, past simple болып кетті. Past simple'дың формуласын білеміз, біз иди жалғаймыз, дұрыс есітікке иди жалғаймыз, ал бұрыс есітік біз колонкадан қараймыз. Специальный колонкалар болады, соның ішінен қараймыз. Бізде дұрыс есітік иди жалған жатыр міне. Жай өткен шақ, past simple біз қай кезде қолданамыз? Нақты іс-әрекет істелген кезде, күнделікті істеліп жатқан іс-әрекет, бірақ өткен шақта. Мысалы, кеше не істедім, кеше мен тісімді жудым, кеше мен донер жедім дегендей. Осының бәрі кеше не істеген, алдыңғы жыл не істеген іс-әрекеттерді past simple'да қолданамыз. Phone call, телефон қоңырауын шалды. Бұл жерде етістік жоқ. Екінші бізде етістік, ол had been. Екінші грамматика бізде had been. Ол қандай? Еске түсіреміз? Past perfect. Past perfect. Формуласы had және verb 3. Үшінші колонкада жоқ болса, иди жалғаймыз, Had verb 3. Past perfect'ті біз қай кезде қолданамыз? Оны біз
бір іс-әрекет екінші іс-әрекетке дейін жасалынып қойса, past perfect'ті қолданамыз. Мысалы, мамам келгенге дейін мен үй жинап қойдым. Бұл жерде үй жинап қойдым, past perfect болады. Неге? Өткен мама келгенге дейін жасалынып қойған іс-әрекет ол. Көрдіңіздер ме? Бір іс-әрекет екінші іс-әрекетке дейін жасалынып қояды. Сол кезде past perfect'ті қолданамыз. At first, he thought it was a prank. Тез оқимыз енді. At first, he thought it was a prank. Алғашында дейді. Біріншіден, алғашында he, ол, олдарға қолданады, ол thought, ойлады, it was a prank. Ол prank екен, өтірік деп ойлады дейді. Алғашында ол оның өтірік екен деп ойлады. Бұл жерде енді шақтарға қараймыз грамматика. Thought. Бұл think деген сөздің өткен шағы. Think, думайды, ойлау. Екінші колонкаға қарасаңыздар, thought болып тұрады. Ойлады. Past simple болып тұрады. It was a prank. Was тоже бізде шақ, өткен шақ. Was. Оның осы шағы is. Келер шағы will be. Бұл to be естігінің өткен шағы. Бұл да past simpleға кіреді. Міне бұл жерде бәрі өткен шақ болып тұр. Бізде грамматикада тағы да бір ереже бар. Бір сөйлем өткен шақ болатын болса, қалғандарды бәрі өткен шақта болады. Мысалы, past simple болса, бәрі past perfect болуы мүмкін, past continuous болуы мүмкін, яғни бәрі past болады. Андай ереже жоқ, мына жерде өткен шақ болады да, келесі сөйлем осы шақ, ондай болмайды. Daniel worked the night shift at a small hotel in the city center. Most nights were quiet and nothing unusual happened. However, that night, the phone behind the reception desk suddenly rang. Daniel, адам аты, Daniel деген бала, worked, жұмыс істеді, the night shift, night түнгі, shift сменада, at a small hotel, small кішкентай отельде. In the city center. Center дегеніміз орталығы, city қаланың. Яғни Даниэл қаланың орталығындағы кішкентай отельде түнгі сменада жұмыс істеді. Worked. Work деген сөзден шыққан жұмыс істеу деймін білдіреді. Иди жалғанды past simpleға айналды. Өткен шақ, жай өткен шақ. Иди арқылы жасалынады, біз айттық. Most nights were Quiet. Көп түндер тыныш өтетін. Were өткен шақ. Past simple тоже to be. Бұл жерде қараңыздар, неге was емес, мына жерде was тұр, я? Неге мияқта were? Өткені көпше түрі nights, s жалған тұр, күндер, түндер, s жалған тұр, көпше тұр болса were болады. Агер жекеше болатын болса was болады. Түсінікті ма? It жекеше түрі, all. Это түндер, көпше түрі. And nothing unusual happened. Және ешқандай ерекше жағдайлар болмайтын дейді. Бәрі тыныш өтетін дейді. Ешқандай unusual, ерекше, happened болу деймін білдіреді. Бұл жерде иди жалған тұр, тоже past simple болып тұр, я? However, that night the phone behind the reception desk suddenly rang. However дегеніміз бізде алайда. That night, сол түні дейді. The phone behind the reception desk, қабылдау, reception деген қабылдау бөлімнің артындағы телефон дейді, я? Кенеттен шырылдады дейді. The phone, телефон, behind артындағы, the reception desk, қабылдау бөліміндегі, я? Телефон, suddenly, кенеттен, rang, шырылдады. Rang. Шырылдады, не істеді? Шырылдады. Ring деген сөзден шыққан бұл. Run бұл бұрыс етістік, бұл колонкада тұр. Қарасаңыздар, мына екінші колонкада тұр. Run деп. Ring, run болады. Display showed one number 307. Display көрсетті дейді. One number, бір ғана номер көрсетті дейді. Ол 307. Showed. Иди жалғанады, тоже past simpleға кіреді. Daniel froze. Daniel қатып қалды. Froze деген қатып қалу, етістік.
Жай өткен шақ past simple. Phrase. Room 307 had been locked since a woman disappeared from the hotel 12 years earlier. 37 бөлме had been locked құлыптаулы тұрды дейді. Since с тех пор деген мағынаны білдіреді ғой, содан бері дейді. A woman әйел disappeared жоғалып кетті дейді. From the hotel отельден дейді. 12 жылдан бері дейді. Яғни 12 жылдан бері ана әйел жоғалып кеткеннен бері ол бөлме құлыптаулы тұрған дейді. Locked. Yeah, had been locked. Past perfect passive болады. Біз бағана past perfect айттық қой мына жерде, соның пассиві бұл. Past perfect passive. Әрекет бұрын анықталған, нәтиже сол уақыттан бастап сақталған. Пассивте активтен айырмашылығы неде? Пассивте іс-әрекет кім істелген айтылмайды, сол ғана. Іс-әрекет кім істелген кейде айтылуы мүмкін, бірақ маңызды емес. Пассив дегеніміз, мысалы, есік құлыпталынды. Кім құлыпталынды екен айтылмайды, көрдіңіздер ме? Кітап оқылды, өлең жазылды, кім жазылған айтылмайды. Тамақ желінді, кім желінген айтылмайды. Осы пассив бізде. Құлыптаулы тұрған, кім құлыпталған айтылмайды, көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл пассив болып тұр. Әйтпесе былай кәдімгідей past perfect шағы құлыптаулы тұрған. Қай іс-әрекетке дейін құлыпталып тұрған? Әйел жоғалғанға дейін. Көрдіңіздер ме? Бір іс-әрекетке дейін істеліп қойған іс-әрекетті бұл past perfect болып тұр. A woman disappeared. A woman дегеніміз әйел адам, disappeared жоғалып кету. Disappear деген сөзден шыққан мына. Жоғалып кету, оған иде жылғанда жоғалып кетті деп жатыр. Past simple болып тұр, жай өткен шақ. From the hotel 12 years earlier. Түсінікті ме? According to the police report, the woman named Emily Carter had checked into the hotel alone. She had been seen entering her room at 11:43 кетті дегенді 11:43 немесе екінші вариант 17 minutes to 12 17 минут 12-ге дейін PM, but nobody had ever seen her leave. The strange thing was that all of her belongings had been left inside. According to the police report, according деген соответственно деп аударылады орысша. Полиция есебіне сәйкес деді, я? Есеп, report дегеніміз есеп. According сәйкес, the police. Полицияның есебіне сәйкес, the woman әйел адам named Emily Carter. Emily Carter деген әйел адам дейді, had checked дейді. Тіркелген деген сөз мағынаны білдіреді. Had checked тіркелген into the hotel отельге alone жалғыз. Яғни Эмили Картер деген әйел адам жалғыз өзі тіркелген сол бөлмеде. Полицияның сөзіне қарағанда. Had checked. Бағана біз өттік қандай шақ? Я, past perfect шағы. Had және verb 3. Check деген сөзден шыққан. Тексеру деген мағынаны білдіреді негізі. Checked иде жалғанып тұр, тексерілді, тіркелді деген мағынаны білдіреді. She had been seen entering her room at 17 to 12 p.m. дейді. Қандай шақ? Had been seen. Past perfect passive, yeah? Had been seen. Синға қараймыз. Seen бізде үшінші грамматик, үшінші колонкадағы естік. Seen. See, saw, seen. Үшінші verb 3. Мына been бізде ол пассивтікі. Шатастырмаймыз, окей? Been ол пассивте тұрады, міндетті түрде to be тұрады. Яғни бұл жерде не үшін пассив қолданып тұр? Өйткені оны көрді деп жатыр. Яғни ол істеген жоқ әрекетті. Адамдар оны көрді да бөлмеге кіріп бара жатқанын сағат 11:12-ге 17 минут қалған кезде. Егер мына әйел адам өзі істеген болса, ол актив болатын еді. Яғни пассив болмайтын еді. Бұл жерде іс-әрекет өзі істеген жоқ ол. Entering деген кіріп бара жатыр. Her room өзінің бөлмесіне. Her қыздарға қолданады. Ол болғанда his болатын еді. Room бөлмесіне 11:43 кеткен кезде. PM бізде түскі уақыт айтады. Мына AM бізде таңертеңгі, PM түскі уақыт.
But nobody had ever seen her leave дейді. Бірақ дейді, but дегеніміз бірақ. Nobody, ешкім дейді, ешкім had ever seen her leave дейді. Past perfect болып тұр. Окей? Бірақ пассив емес, past perfect'ің өзі болып тұр, актив. Оның бөлмеден шыққан ешкім көрмеді дейді. Her, оның leave деген шығу мағынаны білдіреді. Енді бұл жерде nobody'ге аударайық. Nobody бізде сөйлемде бір ғана отрицание болады. Соны жаттап аламыз. Осы грамматика өте маңызды. Неге? Мета қараңыздар, had not деп тұрған жоқ, көрдіңіздер ме? Nobody деп тұр. Неге? Өйткені nobody болса not қоймаймыз ешқандай. Егер not болатын болса nobody болмайды. Яғни сөйлемде бір ғана отрицание болады. Отрицание қазақша қалай болады, жазып жіберіңдерші комментарийға. The strange thing was that all of her belongings had been left inside. Strange дегеніміз ерекше деген мағынаны білдіреді. Ерекше thing, зат деп аударылады, бірақ бұл жерде аудармасы ең таңғаларлығы деп аударылады. Солай аударсақ болады, ең таңғаларлығы, немесе ерекше бір көзге түскен таңғаларлығы дейді. Ол дейді, was бияқта all деп аударылады. Ол дейді, her, оның belongings тиесілі, оған тиесілі заттар дейді, had been left inside. Left қалдырып кету деген мағынаны білдіреді. Leave-тан шыққан, inside ішінде. Яғни ол әйел адамның барлық заттары ішінде қалып қойған дейді. Грамматикаға мән аударамыз. Was өткен шақ, past simple, to be-дің өткен шағы. Belonging had been left. Тоже past, passive, perfect болып тұр. Окей? Had, leave деген сөзден шыққан, үшінші колонкасы left болып тұр. Her suitcase was open. Оның қыздарға қолына suitcase чемоданы ашық тұр дейді, was open. Past simple ғойнақта, to be-дің өткен шағы was. Her phone was on the bed. Оның phone, телефоны was болды on the bed. Төсектің үстінде. Оның телефоны төсектің үстінде болды дейді. Was тоже өткен шақ. And her shoes were still beside the door. Және оның аяқ киімі дейді, оның аяқ киімі әлі де дейді, still әлі де beside the door, жанында, beside the door, есіктің дейді. Оның аяқ киімі әлі де есіктің жанында тұрды. Were бізде неге was емес, өткен көпше. Shoes, аяқ киімдер көпше тұр, соңкен shoes. Were қолданды. The police searched the entire building, but they found nothing. Полицейскийлер дейді, searched. Іздеді дейді, search деген сөзден шыққан, search. Ине жылғанда іздеді деп өткен шақта тұр. The entire building деген бүкіл ғимарат деген мағынаны білдіреді. Building, ғимарат, entire, бүкіл. But they found nothing. Бірақ олар ештеңе таппады дейді. They, олар, found, тапты, nothing, ештеңе. Олар ештеңе таппады деп аударылады. Бір ғана отрицание бар, nothing. After several years, the case was officially closed. After several years. Бірнеше жылдан кейін дейді. After кейін, several, бірнеше, years, жылдан кейін, the case, іс, was officially closed. Officially, ресми түрде, closed, жабылды дейді. Іс ресми түрде бірнеше жылдан кейін жабылды. Грамматикаға мән аударамыз. Was closed. Passive voice болып тұр, өткен шақ. Close деген сөзден шыққан, жабу, иде жылғанды өткен шақ болып қалды, closed. Бірақ бұл жерде was to be тұр, passive voice болады. Ал сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарийға сұрақтарыңызды қойыңыздар, және жақында екінші бөлімі шығады, part 2 шығады, часть 2. The lesson is over. Goodbye.